Сәлем достар, Life 09 әкімдердің әлеуметтік желідегі белсенділігін бақылауды жалғастырады. Бүгін біздің нысанада Шахтинск қаласының әкімі Әскербек Халтонов. Алдымен жеке парақшасын шолып шығайық. Әкім кеше халықпен кездесу өткізіпті. Күнделікті посттар жарияланып тұрғанымен парақшаның белсенділігі нашар. Пікірлер жазылмаған. Әкімдіктің ресми парақшасына өтіп көрейік. Оқырмандарда белсенділік танытып, біраз пікір білдірген. Мына пікірді қараңыздар. Единежмир аккаунты былай деп жазған. Почему не реагируете на вопрос о движении 121 автобуса по Шахтинску? Кері байланыс жасамасаңыздар, әлеуметтік желідегі парақшаларыңыз не үшін керек? Кері байланыс қайда? 121 автобус туралы пост салынған. Бірақ пікір қалдыратын функцияны өшіріп тастапты. Қызық. Сонда әкім мырза халықтың үніне құлақ түрмей, бұл проблеманы қалай шешем деп отыр. Әкім елмен етене араласпай, бұқараның мұң зарына дер кезінде назар аудармаса, не үшін әкім болып отыр? Осыдан кейін қалайша тұрғындардың билікке деген сенімі нығайып, тұрақтылық тұғыры беки түседі. Шенеуніктер әлеуметтік желіні тиімді пайдаланып, жұртпен тікелей қарым-қатынас орнатуы керек емес пе? Мына постта 9 пікір жазылған. Халықтың мұң зары. Әкімдіктен үн қатқан ешкім жоқ. Да, 2022 год мы деградируем. Нет вообще никаких условий городского проезда. Если вы нас не слышите, ни во что не ставите, считаете нас какой-то мусор, тогда почему люди вас должны уважать? Посмотрите на ближайшие Сарань и Абай. Какая красота. Видно, что городом занимается. Настолько все плохо, что даже комменты закрывают от людей. Браво! Спасибо, дорогой Акимат. Я шынымен де осы пікірлерді оқып, Шахтинск қаласының әкімі Әскербек Халтоновтың халыққа қаншалықты жақын екенін байқаймыз. Қорыта айтқанда, Шахтинсктің желідегі жағдайы өте нашар. Назарға алып, халықтың үніне құлақ асыңыздар. Тұрғындардың өтінішіне көз жұма қарау қоғам алдындағы жауапкершіліктің аздығын байқатады.